дұшпандардың сіздерді төбелеріңізден келіп төмпештеп табалауынан, барлығынан аманда болғымыз келсе, бұл халық, онда жаппай халық, кімде-кім рахмет айтқан болса, шүкіршілік білдірсе, ол өз үшін дейді. Уәмән кафар, кімде-кім шүкіршілік білдіре алмаса, фәинналлаху ғаниюн хамид, Алла бай және мақтаулы. Оның айтқан рахметіне мұқтаж емеспін деп тұр ғой. Рахмет айтсаң кім үшін? Өзі үшін. Ендеше Алла бала берді ма? Сол бала үшін шүкір ету. Алхамдулилля, осы ұрпағымды бергеніңе. Ендеше сол нығметтің ары қарай дұрыс өсілуіне ықпал жасау, намазын үйрету, дінін үйрету, әдепті болуды үйрету. Сол баланың берілген шүкіршілігі ретінде. Немесе құлақтың шүкіршілігі, көздің шүкіршілігі, тілдің шүкіршілігі деген секілді. Зумар сүресінің 7-ші аятында мынандай аят бар: «Ва ин ташкуру», егер сендер шүкір етсеңдер, ярдау лакум, ол оған ырза болады дейді. Ол сендерге разы болады дейді. Енді керісіншесі, егер сендер шүкір етпесеңдер, разылықтың керісіншесі болады. Ендеше шүкіршіліктің төресі бұл 5 уақыт намаз. Және одан тысқары намаздар. Жұма намаз, түнгі намаз. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның автобуста отырсаң, екі аяғың ісіп кетеді, аяқ киімің сыймай. Ұзақ отырсаң. Немесе екі қабат әйелдердің аяқтары ісіп кетеді. Пайғамбардың аяқтары солай ісіп кететін болған ғой. Сағаттап түнгі намаздарда тұра бергендіктен. Сонда келіншегі Айша айтады: өткен келер күнәңіздің бәрін Алла кешіріп қойған ғой дейді. Неге сонша оқи бересіз бұлай дейді. Неге? Түсіне алмайды ғой, түсіне алмайды. Пайғамбардың әйелі болса да өз күйеуін түсіне алмай жатыр. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: «Афала акуну абдан шакур». Мен дейді шүкіршіл құл болмайын ба дейді. Шүкір, Аллаға шүкір етуші құл болғым келеді дейді. Ендеше құрметті жақсылар, шүкіршіліктің ең биігі төресі бұл намаз екен. Кез келген намаз, дәрет намаз, шүкір намаз, тәубе намаз, духа намаз, қандай намаз? Нәпіл намаз, түнгі намаз, сүннет намаз, өтір уәжіп, парыз, барлығы, жұма намаз, айт намаз, намаз. Уа ин шакартум әмәнтум. Егер Аллаға шүкір ететін болсаңдар, аманда боласыңдар дейді. Амандықта боласыңдар. Осы дүниеде амандықта, дұшпандардың сіздерді төбелеріңізден келіп төмпештеп табалауынан, барлығынан аманда болғымыз келсе, бұл халық, онда жаппай халық Аллаға шүкіршілік білдіру керек.